Енді қазір жалпы сол Нұрлан деген имам жайында маған көп кісілер жазып жатыр, сұрап жатыр. Енді жалпы ол жайында өткенде Сансыбай деген ұстазымыз жалпы айтқан болатын. Уағызшы бар, пәтуа беруші бар. Біздің жалпы пәтуа мәселесі бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында ғұламалар кеңесі бар. Өрді ретінде қазақ дәстүрін, тарихын бәрін ұштастырып, сөйтіп бізге ыңғайлы пәтуа шығатын орталық бар да, жалпы муфтиятта, пәтуа бөлім деп айтылады ол. Және сол пәтуа бөлімнің әр қалада филиалдары бар. Ол жерде сол пәтуаға бекітілген әр өңірдегі мамандары бар. Жеке өздерінің чаттары бар, олар байланысып сол пәтуаны талқылап отырады. Сол үшін пәтуа беретін адамдар бөлек, уағызшылар бөлек. Уағызшылар. Енді жалпы имамдар, жалпы ұстаздар кейде уағызшылардың тобына кіреді. Бірақ пәтуа бөлімі, ол жаңа айтқандай, бұл біздің қара шаңырақ муфтиятымыз. Сол муфтиятты пәтуа бөліміндегі мамандар берген пәтуаға тоқтауымыз керек. Бірақ жаңағыдай анау бүйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты деп әркімнің айтқанына осылай жүретін болса, онда ортада көптеген түсінбеушіліктер шығады. Сол үшін Нұрлан имамды мен көрсем ол кісіге айтам, көптеген сондай жіберген қателіктер мен өзім көріп тұрмын, жалпы пәтуа мәселесінде.